жазира айтшы, жалпы осы сен терапиядан әйел мен ер бірге өтуге бола ма? Ерлі зайыптылар деген ба? Негізі біреуіне ғана өткізу керек. мынандайда әйел мен еркекті екеуін бірге отырғызып өткізу сәл қиындау болады да. Себебі әйел еркек туралы өз ойын ашыла алмайды ана жерде. Еркек те әйел туралы ойын ашып айта алмайды. Сондықтан жеке өткен жақсы да. Өйткені әйелден жаңа күйеуің туралы қандай ойдасың деген кезінде сорлы сұмырай деп жатса, мысалы күйеу қандай дәрежеде болады, сондықтан жеке өткен жақсы. Ал енді мен көп жағдайда әйелмен жеке жұмыс жасаймын, және ер адамдар болып жатса, бізде жаңағы курстастарымыз бар, ер адамдарды өткізетін, біз соларға жібере аламыз. Жалпы ер азаматтар өздері келе ме терапияға өтуге? Иә, негізінде ер азаматтар көп келеді екен. Себебі оларда да тоже дәл осындай нәрсені сұрақтар көп та. Не істеймін дейді, әйелмен жаңа біз әйел қисық қабырғамыз ғой негізі. Қисық қабырғаны олар түземдеп сындырып алады да. Сол үшін де олар барынша тырысады. Бірақ осы жерде олар терапевтқа барса, олар уже өздері былайша айтқан кезінде өмірлерін өзгертуге септігін тигізеді. Бірақ түгел отбасы өзгеріп кетеді деп айта алмаймын. Ал ер адам арқылы, ер адамның өзгеру арқылы әйелді өзгертуге бола ма? Жоқ, бұл жерде ер адамның өзі жаңағыда табысқа ашу, самооценка деген нәрсе өзгере алады. Бірақ жеке басына қатысты. Бірақ отбасына әсер ете алмайды. Себебі әйел бұл жерде жаңағы біз жасаушымыз, еркек құраушы да. Алла тағала бізді жоқтан бар жасаушы қылып шығарып қойды да. А біз жаңағындай бізбен әйелдермен терапия жасап, ер адамды өзгертуге болады да. А бірақ ер адаммен ғана терапия жасап, әйелді өзгерту өте қиын болады. Өйткені олар просто құраушы да. Жасаушы шынымен де біз арқылы өзгерту. Әйел адам дүниеге бала әкеледі, мысалға да. Әйел адам, біздерге бала әкелуші болғандықтан біздер жоқтан бар жасай аламыз. Сондықтан біз ер адамның өзгеруіне әсеріміз тиеді. Бәрі әйелге байланысты деген осыдан шыққан. Осыдан шыққан, осы әйел адам өзгерсе, өмір негізі өзгереді ғой. Бірақ енді мынандай да емес та, әйел ғана өзгеріп қоюға да жеткілікті да. Мысалы, әйел ғана өзгеріп қою жұмыстың 60% жасалды да, 50 емес еще 60%. Ажағында 40% ер адам өзгерсе, өте тамаша болады. Сонда ер азаматтың да санасын өзгерту керек. 40% ажағында. Әйелін жақсы түсіну үшін. 60-40. Өте тамаша. Рахмет. Рахмет.